Константин Михайлович Симонов 1915 жылы туған орыс кине жазушысы, ақын, драматург, киносценарийші, қоғам қайраткері, журналист және әскери тілші. Константин Симонов соғыс тақырыбында жұмыс істеді. Ол «Помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, был у меня хороший друг, если Бог нас своим могуществом секілді» соғыс жайлы жазылған көптеген танымал өлеңдердің авторы. «Жди меня» деп аталатын олардың бірі соғыс жылдарында танымал болғаны соншалық, жауынгерлер оны қолмен көшіріп жазып, әскери киімдерінің қалталарында алып жүрді. Бұл ерлікпен соғысуға, қырғыннан аман қалуға көмектесті. Соғыс жылдарында ол «Русские люди», «Так и будет» пьесаларын, «Дни и ночи» повесін, «С тобой и без тебя» және «Война» атты екі өлең кітабын жазды. Бірінші романы «Товарищи по оружию» 1952 жылы жарық көрді. Содан кейін «Живые и мертвые» атты үлкен кітабы шықты. Әскери тілші ретінде Симонов барлық майданда болды. Берлин үшін болған соңғы шайқастардың куәсі болды. Соғыстан кейін оның «Письма из Чехословакии», «Славянская дружба», «Югославская тетрадь», «От Черного до Баренцева моря», «Записки военного корреспондента», очерктер жинағы пайда болды. 60 жылдары «Солдатами не рождаются» романын, одан кейін «Последнее лето» шығармасын жазды. Симоновтың сценарийлері бойынша «Парень из нашего города», «Жди меня», «Дни и ночи», «Бессмертный гарнизон», «Нормандия Неман», «Живые и мертвые», «20 дней без войны» фильмдері қойылды. 40 жылдары «Новый мир» журналының бас редакторы да, ал 50 жылдары «Литературная» газетаның бас редакторы болды. Симонов амбибап жазушы. Оның шығармаларының ішінде шағын повестер мен әңгімелер де, өлеңдер, поэмалар, пьесалар да, тіпті романдар да бар.